Ұстаздар, сіздерді тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болғай, өркениет көшіне ілескен халқымыздың гүлдену мен көркеюін тілейміз. Көк байрағы желбіреген, бүгінгідей абыройлы да айбынды, беделді де берекелі, ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі баянды болғай. Халқы үшін 1986 жылға желтоқсан оқиғасының орны ерекше. Бұл көтеріліс ұлт тарихында болған ақтаңдардың бірегейі, талай боздақтарды арамыздан ерте алып кеткен. Қанды желтоқсанға арналған өлең жырдың көптігі де соның қасиетін айқындап тұрғандай. Қазағым жүріп, қарабасынан айналып болу. Ол үйге қаншасы, кешірім сұра. Олдым деп жүріп, қарабасынан айналасың соңғы. Айтатын болсын. Геннадий Скулбеков приговаривается к смертной казни. Расстрелять. Күнәдән таза басым бар, 21-де жасым бар, қасқалдақтай қаным бар, боз торғайдай жаным бар. Алам десең алыңдар, қазақ деген затым бар, қайрат деген атым бар, еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар. Талай қазақ қыздары мен жігіттерін арамыздан алып кеткен Құйын 86 деген атпен белгілі желтоқсан оқиғасы баршамыздың есімізде. Егеменді еліміздің ертеңгі келешегі үшін жанын пида еткен батырларымызды біз ешқашан ұмытпаймыз. Асанова Ләззат Алтынайқызы Жетісу облысы Панфилов ауданы Ақжазық ауылында дүниеге келген. Жастайынан зерек өскен бала орта мектепті үздік бітіріп, Алматыдағы Чайковский атындағы музыка училищесіне оқуға түседі. 1986 жылы бар болғаны 16 жастағы қазақтың қайсар қызы желтоқсан көтерілісінің құрбаны болды. Ләззаттың өлімі туралы әртүрлі алып қашпа әңгімелер айтылып келеді. Мінезі тік екен, бөлмесіндегі қыздармен қақтығысып қалып, жатақхананың 5-ші қабатынан құлап өлді дегеніне сену қиын. Ләззат Асанова 1986 жылы 17-18 желтоқсанда болған қазақ жастарының отаршылдық және әміршілдік жүйеге қарсы азаттық көтерілісіне белсене қатысқан. 1997 жылы бас прокуратураның тексеруімен қазақтың өжет қызы ақталып, 2004 жылы халық қаһарманы атағына ұсынылған болатын. Келетін күн бар мекен ай, өтеміз бе қазағым, еркіндікке жармай. Өжет едің, өткірең, жалтақтығың жоқ білем, көз жасы мынау парлаған. Даусым ашты сарлаған, аман қыл деп ел жұртты, тәңірден міндет сұраған деп. Сабира Мұхамеджанованың анасы жоқта орнаған екен. Сабира Мұхамеджанова Алматыдағы жастар шерігін жұдырықтай жүрегімен қолдап, Өскемен қаласының студенттер мен бірге Ұшан фаланына қарай өлең айтып шеруге шықты. Оны дүрбелеңге ұн қосты деп, айыпта тәртіпсіз деп балаған. Училищеден жазықсыз шығарып жіберген қорлығына шыдай алмай, Өскемендегі педагогикалық училищенің бірінші курс студенті Сабира Мұхамеджанова жатақхананың өзі тұратын бөлмесінен терезесіне секіріп қаза тауыпты. Сыпатай Ербол Мұқажанұлы 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің құрбаны. Ол 1964 жылы Алматы облысы Панфилов ауданы Еңбекші ауылында дүниеге келген. 1986 жылы 16-18 желтоқсанда болған қазақ жастарының отаршылдық әміршілдік жүйеге қарсы көтерілісіне белсене қатысады. 18 желтоқсан күні ауыр жараланып ауруханаға түсіп, 23 желтоқсан күні сонда қайтыс болады. Мәйітін ауылына ішкі істер министрлігі мен мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері арнайы қарауылына апарған. Қазақстан тәуелсіздік алған соң ғана Сыпатай жөнінде шындық айтыла бастады. Ол туралы баспасөз беттерінде желтоқсан көтерілісіне байланысты жарық көрген жинақтар мен кітаптарда жазылған. Жаркент қаласындағы бір көшеге 1995 жылы ауылында оқыған мектебіне 1998 жылы Сыпатаевтың есімі берілді. Желтоқсанда шындық жырын шырқаймын деп шарқырдым. Желтоқсанда егеменді ел болсақ деп талпындым. Кеудеңде әлі сазы жатыр сол кездегі салқынның. Айналайын жас қайратын, жас өркені халқымыз. Халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздігіне биыл 31 жыл толып отыр. Көк байрағы желбіреген, бүгінгідей абыройлы да айбынды, беделді де берекелі. Ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі баянды болғай. Барша қазақстандықтарды осы айтулы мереке тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын.
Тәуелсіздік күні құтты болсын!